Мөңке Темір Алтын Орда мемлекетінің үшінші ханы. Батый ханның немересі Берке ханның мұрагері. Оның билігі кезінде Алтын Орда ішкі тұрақтылыққа қол жеткізіп, сыртқы саясатта елеулі жетістіктерге жетті. Ол Шыңғыс хан ұрпақтарының арасындағы күрестерде саяси тепе-теңдікті сақтап, Мысыр мәмлүктерімен дипломатиялық байланыстарды нығайтты. Мөңке Темірдің тұсында Алтын Ордада алғаш рет Үкек қаласында жошы руының таңбасымен тиын соғыла бастады. Үкек қаласына соғылған күміс тиын Сарайшық қаласынан қазба жұмыстары кезінде табылды. Бұл оқиға саяси және экономикалық тұрғыда маңызды, себебі тиындарды шығару мемлекет қаржы жүйесінің қалыптасқан және оның экономикалық дербестігін көрсететін айрықша белгісі. Мөңке хан тұсында Ұлы Жібек жолының солтүстік бағыты дами түсіп, Орта Азия, Кавказ және Шығыс Европа арасындағы сауда байланыстары нығайды. 17 ғасырдағы тарихшы, шежіреші Хиуа ханы Әбілғазы Баһадүрдің жазбасы бойынша, Мөңке Темір хан қайтыс болғаннан кейін Алтын Орда кезеңінде маңызды саяси және сауда орталығы болған Сарайшық қаласында жерленуі Алтын Орда тарихындағы маңызды оқиғалардың бірі болмақ.